Сәлеметсіздер ме, құрметті әділ қазылар. Мен Ұлытау облысы, Сәтбаев қаласы, Сәкен Сейфуллин атындағы гимназияның 9-шы Б сынып оқушысы Искандирова Құлпынай. Жобаның тақырыбы ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлер, киіз басу. Бағыты халықтық дәстүрлер, әдет-ғұрыптар және өнер. Жобаның мақсаты ұмытылған салт дәстүрлер туралы мәліметтерді толық жеткізу. Ұмытылып бара жатқан дәстүрлерге тоқталу, соның ішінде киіз басу туралы толық ақпарат беру. Жобаның міндеті халық дәстүрінің маңыздылығы туралы түсінік беру. Халық дәстүрінің мәнін түсініп, оны қадірлеп, бағалай білуге баулу. Өзектілігі бүгінгі таңда ірі мәселелердің бірі ата-бабаларымыз мұра етіп сақтап келе жатқан ежелгі салт дәстүрлердің ұмытылмай жалғасын табу. Әр халықтың ұлттық танымын, көзқарасын, өзіне тән жеке ұлттық ерекшелігін білдіретін наным-сенімі, әдет-ғұрып, салт дәстүрі бар. Ата-бабадан келе жатқан салт дәстүрдің қаймағын бұзбай, ұмытылып кетуіне жол бермей, қазіргі қоғамда өте жарасымды етіп қолданып жүрген халықтың бірі қазақ халқы. Халқымыз дәстүрге өте бай, ал салт дәстүрге бай болу елдің мәдениетті әрі тәрбиелі екендігінің айғағы. Салт дәстүр ел өмірімен біте қайнасып кеткен рухани және мәдени азық. Біздің халқымыз өз ұрпақтарын қасиетті салт дәстүрмен, өнегелі әдет-ғұрыппен, ырым-тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл мен инабатты қызды теріс жолға түсірмей тәрбиелей білген. Бауыржан Момышұлы, мен өзімнің ұрыстағы тәжірибемнен жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуде ұлттық дәстүрдің маңызы зор екендігіне көзім жетті деп жазды. Бұдан отаншылдық, ерлік, мәрттік, жомарттық, адамгершілік қасиеттердің бәрі салт дәстүр арқылы даритынын түсінуге болады. Қазіргі заманда жаңа дәстүрлер пайда болғанның ықпалынан атадан балаға тараған ежелгі дәстүрлер ұмыт болуда. Мысалы, қымыз мұрындық, жылу жинау, мойнына бұршақ салу, қап-қағар, аушадияр, киіз басу және тағы басқасы. Киіз басуға тоқталып кетсем, киіз басу ғасырлар бойы дамыған киіз жасау өнері. Оған жүн талшықтары бір-бірімен ұйыса байланысатын қасиеті негізге алынған. Қазіргі заманғы шұға басу, байпақ жасау, фетр басу процестері де киіз басу дәстүрлі технологиясымен бірдей. Киіз басу барысына көрсек, алдымен қыстан шыққан қойдың жабағы жүнін қырқады. Жүні таза болу үшін қойды қырқар алдында 3-4 рет ағынды суға тоғытады. Алдымен жүн жасалатын бұйымдарға ыңғайланып, ақ-қара түстерге бөлініп жиналады да, оны сиыр терісінен жасалған тулаққа салып шабайды. Жүн сабалып болған соң, басылатын киіздің көлеміне қарай шиді жаяды да, оның үстіне жүнді салып шабақтайды. Осыдан кейін бет тартылады. Яғни киіздің оң жағына арналған неғұрлым таза әдемі жүнді сол қолмен уыстап алып, әлгі шабақталған жүннің үстіне салып отырып, оң қолдың қырымен басып қалып, үзіп қалдырады. Үзілген жүн бір-бірімен жалғаса бір тегіс болып төселе береді. Бұл істі бұрыннан бет тартып машықтанған жүн тартудың шебері деп танылған бір адам ғана орындайды. Себебі 2-3 адам орындаса, жүн ала-құла тартылады да, киіз бір келкі шықпайды. Содан кейін қайнап тұрған ыстық суды шелектеп әкеліп, сүзгімен немесе шөміштің сырт жағымен шашыратып, шидің бір жақ шетіне басып себелеп құяды. Жоғарыдан шашырап құйылған су өз салмағымен жүнді басып, шабақталған жүн мен татылған жүнді біріне бірін қосып жабыстырады. Ыстық су жүннің талшықтарын буландырып жібітеді де, оның өзара кірігіп, тез киізденуіне жағдай жасайды. Су себіле басталысымен қатар отырған 3-4 әйел басылып жатқан жүнді сыртындағы шимен қабаттай шиыршықтап жинап отырады. Шиді ширатып орап жинаған сайын әлсін-әлсін ыстық су құйылады. Түгел жиналған шидің сыртына жіппен шандып, жұмырлап байлайды да, ортан белінен бір жерінен немесе 2 жерінен арқанды өткізіп алып домалатады. 2 басын тұйықтап бос салып қояды. Бүктеліп, әзір жатқан шидің өн бойын бойлай, 10-12 адам қатар жүріп келе жатып, шиге ораулы киізді аяқтарымен теуіп отырады. Бұларға қарама-қарсы бір адам қой бастар киізді алға қарай, өзіне қарай домалата сүйрейді. Бұдан кейін шидің шандуларын шешіп, шиыршықталған киізді жазып босатады. Киіздің асты-үстін ауыстырып отырып, 3-4 рет шиыршықтап бүктейді де, 2 басын түйістіріп, шұжыққа ұқсатып көктеп алып, тағы да ыстық су құйып, сығымдап, үстін күпімен, тонмен жылылап, жауып тастап булайды. Ыстық бумен балбырап жатқан киізді мөлшерлі уақыт өткен соң шешіп алып, қайыра ширатып, тағы да жіппен шандып байлайды. Қатарласа отырған киізшілер шидің үстінде көлденең жатқан киізді өздеріне қарай жыла тартып алып, тізесіне соғады. Білегімен ұрып басады.
Білектеліп болған киізді ұзынан 2 қабатта бүктеп, оның 2 басын бір-біріне түйістіре шуда жіппен көктейді. Қорытындылай келе, жалпы осы киіз басу дәстүрін зерттеу барысында Қарақұм ауылына барып, өзіме белгісіз тың мәліметтерді жинақтап, ой тұжырымдай келе, ежелгі ұмытылған дәстүрді жаңғыртып, сіздерге жеткізу мақсатым орындалды. Назарларыңызға рахмет.